Оқушылар, бүгін біз рационал сандарды бөлуге есептер шығарамыз. Бізге бірнеше есептер берілді. Осы есептерді қалай шығару керек екенін көрсетемін. Бірінші есепке тоқталайық. Бізде рационал сандар деп отырғанымыз, ол бөлшек түрінде берілуі мүмкін, ол аралас сан түрінде берілуі мүмкін, оң сан түрінде, теріс сан түрінде беріле береді. Осы сандардың барлығын біз рационал сандар деп атаймыз. Көбінесе бөлшек түрінде берілетін сандарды рационал сандар деп атаймыз. Бірінші есептің берілгенін жазайын. 2 минус 2 бүтін 2-ден 1 бөлу 3 бүтін 3-тен 1. Енді бірінші минус жазып қоямыз. Енді аралас санды міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Бұрыс бөлшекте отырғанымыз алымы үлкен сан болады, бөлімі кіші сан болады. Қалай айналдырамыз? Бірінші бөлімі сол күйі жазып қоямыз. 2 мен 2-ні көбейтеміз, 1-ге қосамыз. Сонда бізде 5 болады екен. Бөлу. Енді екінші бөлшекті де дәл солай орындаймыз. 3 жазып қоямыз, 3 пен 3-ті көбейтеміз, 1-ді қосамын. Сонда менде 10 болады екен. Бөлудің қасиеттерін негізгі формулаларды жазып кетейік. Біріншінде теріс санға бөлген кезде бізде оң сан шығады екен. Теріс санды оң санға бөлген кезде теріс сан шығады екен. Оң санды теріс санға бөлсек, теріс сан шығады. Оң санды оң санға бөлетін болсақ, онда оң сан шығады екен. Енді бөлудің қасиеті бойынша бірінші бөлшекті, мысалға, А-ның В-ға қатынасы бөлу С-ның Д-ға қатынасы болса, бірінші бөлшекті сол күйі жазып қоямыз. Екінші бөлшекте кері бөлшекті жазамыз. Кері бөлшек дегеніміз алымы бөліміне, бөлімі алымына ауысады екен. Д, С. Әріппен оқыған кезде бірінші алымын оқимыз, сосын бөлімін оқимыз. Алымын алымына көбейтеміз, бөлім бөліміне көбейтеміз. Енді дәл осындай жұмыс жасаймыз. Бізде минус 2-ден 5, бұл бізде теріс сан болып тұр. 3-тен 10 бізде оң сан болып тұр. Сонда біздің мұна формуламен келеді. Таңбамыз біздің теріс сан болады екен. Теріс сан болса минусты қойып қоямыз. Минусын тауып аламыз бірінші. Бірінші бөлшек сол күйі тұрады екен. Ортасына көбейту, екінші бөлшек кері бөлшекке ауысады дедім жаңа. 10-нан 3 болады екен. Енді бізде тігінен қысқарту жұмысы жоқ, қиғаш қысқарту жұмыстары бар. 5-ті 5-ке бөлеміз, 1 болады. Бөлу процесі ауызша жүріп жатады да, қалған санны жазады екенбіз. Екеуінде бірдей санға бөліміз керек. 10-ді 5-ке бөлетін болсақ, бізде 2 болады. Сонда минус бөлімдегі сандарды көбейтеміз. Бізде 2 мен 2-ні көбейтетін болсақ, жазбай-ақ қайтадан 1-ден жазып кете салайық. 1-ден 4 деп жазып кетейік оны. Қайта 2 көбейту 2 деп жазғанша, оны 4 деп кетейік. 4 болады екен. 5-тің шекесіне 1, 1 мен 3-ті көбейтеміз, 3 болады екен. Екінші есеп. Екінші есепте екеуі де теріс сандар. Теріс сандарды дәл сондай жұмыс жасаймыз. Минус 4 бүтін 3-тен 2 бөлу минус 1 бүтін 6-дан 1. Енді бізде бірінші таңбаны ажыратып алайық. Таңба бізде теріс сан болатын болса, бірінші формуламен шығады, оң сан шығады екен. Енді аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырайық. Бөлімі сол күйі жазамыз. 3 пен 4-ті көбейтеміз, қосамыз. 2-ні 3 пен 4-ті көбейтсек 12, сонымен 2-ні қоссақ 14 болады екен. Бөлу 6. 6 мен 1-ді көбейтеміз, 6, 1-ді қосамыз, 7 болады екен.
неге мен таңбаны алдына минус қоймадым? Себебі мен бірден формуланы пайдаланып кеттім. Менде шайн деп тұрған жауаптың алдында оң таңбалы сан шығып тұрады. Сол себепті бірінші бөлшек сол күйі тұрады. Екінші бөлшек керіге ауысады. Енді бізде қиғаш қысқарту жұмысын жүргіземіз. 1 болады 7-ні 7-ге бөлгенде, 14-ті 7-ге бөлеміз, 2 қалады екен. 6 мен 3-ті қысқартамыз, 3-ті 3-ке қысқартамыз, 1 болады. 6-ны 3-ке бөлеміз, 2 болады. Енді бізде 2 мен 2-ні көбейтетін болсақ 4, бөлімінде 1 шығады екен. 4-ті 1-ге бөлетін болсақ 4 болады екен. 1-ден 4 деп жаза салуға болады. Енді қай формулаға шығарсақ екен, 6-шыға шығарайық. 6-шы есепке шығарайық. 9,3-тен 1 бөлу, жақшаның ішіне минус 6,9-дан 2 тең. Бірінші бөлшек сол күйі жазылады. 3 жердегі 9-ым 27, 28 болады бірді қосқан кезде. Енді қарайық. Мына есепте бөлу 9 минусын сосын ажыратамыз. Минус әзірге тұра берсін. Минус. Ал жердегі 9-ым бізде 54. 54-ке 2-ні қосатын болсақ, неше болады? 56 болады, Бірінші бөлшек сол күйі тұрады. Енді таңбасын ажыратайық. Біріншісі плюс, екіншісі минус болатын болса, бізде минус шығады екен. Яғни минус бөлшек 3-тен 28 көбейту 9-дан ауыстырған кезде бірден ауыстырып жазайық. 9-дан 56-ны, онда бізде 56-да 9. Енді қысқарту жұмысын жүргізейік. Бізде қиғаш қысқарту жұмыстары жүреді. 28 бен 56 қысқарады. 28-ге бөлсек 1 болады. 56-28-ге бөлсек 2 болады. Мына 2 қысқарады, 1 болады. Мына жерде 3 болады. Сонда минус 2-ден 3 болады екен. Оны минус 1,5 деп жаза салуға болады. Енді қай есепті шығарсақ екен тағы да өзгешелеу болып тұрған? Өзгешелеу болып тұрған 4-ші есепті орындайық, 4-ші есепті орындайық. Минус 7,2-ден 1 бөлу 3,4-ден 3. Минус 2, некен көбейтетін болсақ, бізде 14, 15, бірден көбейту орындап жібереміз, қайта-қайта жазбай. 4-ті алымға жібереміз, көбейтеміз 12, 12-ге 3-ті қоссақ 15 болады. Яғни біз ұбт-ға дайындалатын кезде, нешке ктл-ға түсетін болсақ, бірден қайта-қайта жазбай, осылай есептеп жіберімізге болады екен. Қысқартып жібереміз. Енді бізде бірінші бөлшектің алды минус болып тұр, екінші бөлшектің алды плюс болып тұр. Бізде қайсы формуламен шығады? Минус плюс болса, онда ол бізде мына формуламен шығады екен. Таңбамыз минус болады екен. Минус 4-ті 2-ге бөлеміз, бірден 2 деп жаза саламыз. Оқушылар, біздің сабақтарымызды тамашалап жүргендеріңізге рахмет. Бізде ақылы курстар бар. Алтын белгі оқу орталығы онлайн тікелей эфирде Zoom программасымен 1 сағаттық сабақтар жүргізеді. Бағасы да қолжетімді. Төмендегі хабарламадан көріп, WhatsApp желісінде
хабарласып сұрауларыңызға болады. Курс бір айда 12 сабақ, аптасына 3 рет болады, 1 сағаттан. Хабарласуларыңызға болады. Күтемін сіздерді. Жақсы, сау болыңыздар.